Сәлем достар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ол ақша табу тәсілдері. Алдыңғы сабақтарда біз сіздерге трейдинг пен фьючерс туралы айта кеттік. Бүгін одан да қызықты тағы бір тәсілді түсіндіріп өткім келіп отыр. Ол P2P. P2P туралы соңғы уақытта өте көп ақпарат көп болып кетті. Көп адам тағы да бұл жерде қайсыған сенуді білмейді, неден бастауды білмейді, қалай жұмыс істейтінін білмейді бұл нарықтың. Сондықтан сіздерге жалпақ тілмен түсіндіріп өткім келіп отыр. Жалпы криптовалютаны алу үшін любой адамға бірінші цифровой доллар керек. Ол стейблкоин. Біздің мысалда USDT бола берсін. USDT ол доллардың альтернативасы. Криптодоллар деп айтуға болады. Осы криптодоллардың мысалы бағасын 460 деп алайық. Деп жазғым келді. 460 деп алайық. Ол тең 1 долларға. 460 теңгеден біз оны сатып аламыз. Одан кейін оны уже криптовалютамызға жұмсаймыз. Ол любой бір токен болуы мүмкін, там BNB, там биткоин, любой бір криптовалюта болуы мүмкін. Ол бір жол. Ол P2P-ді сіз тек қана ақшаны кіргізіп шығаратын кезде ғана қолданылатын связка схема деп айтуға болады. Келесі схемаға өтетін болатын болса, ол P2P-ді ақша табу тәсілі ретінде қолданатын, обменник ретінде қолданылатын адамдарға байланысты. Бұл жерде сіз USDT-ді аласыз. Бұл жерде USDT-ді аласыз. Оны, мысалы, бір валютаға ауыстырып, USDT-ді алып, USDT теңгемен жұмыс істей берейік. USDT теңгені аламыз да, күнде біреулер криптовалютаны сатып отырады, біреулер криптовалюталарды алып отырады. И солардың разницасында, мысалы, 460-тан алдыңыз, оны аласыз, где-то 465-тен саттыңыз. Немесе одан арзан арып, кішкене қымбат бағамен сатып жүруге болады. Енді жолдарын, стратегия, тактикаларын уже келесі сабақтарда түсіндіріп өтеміз. Жалпы сіздерге бүгін түсіндіріп айтқым келіп отырған нәрсе, осындай разницамен примерно біздің шәкірттер, ертең біз айтқан нәрселерді істеп отырсаңыз, енді примерно 100 000 теңгемен көп адамдар сұрайды, не осыншама ақшам бар, мен қанша ақша таба аламын, не үйрене аламын деген сияқты. 100 000 теңгемен бір ай осы P2P тәсілі арқылы енді мөлшері 30% табысқа дейін жеткізуге болады. Одан да асыруға болады, енді ол уже адамға байланысты индивидуалды. Енді мөлшері 100 000 теңгеңіз болса, айына 30 000 теңге стабилін жасап отыруға болады. Келесі айда сізде уже 130, ол жерде 40 шығады, сөйтіп өсе береді. Кейбір адамдар мысалы 300 000-мен, 500 000-мен бастайды. Енді 300 000 деп алайық. 300 000-мен бастаған адам бұл тәсіл арқылы 30%-дан 100%-ға дейін жасайды өзінің ақшасын айына. Грубо говоря, ол кісі 100 000 немесе 300 000-ның көлемінде табысқа иеленеді. Осы P2P тәсіл арқылы. 300 000-мен бастайды да 300 000 айына жасап отыр. Енді кейбір адамдар миллионмен де жасауы мүмкін. Егер сіз миллионмен жұмыс істейтін болсаңыз, тура біз айтқан схемалармен, тура біз айтқан связкалармен жасайтын болсаңыз, сіздің табысыңыз одан да 2 есе, 3 есе өсуі мүмкін. Мысалы, 1 миллионнан 2-3 миллионға дейін жасауыңызға болады. Енді бірақ орта есеппен алатын болсақ, егер бүкіл уақытыңызды бөлетіндей емес, енді орташа есеппен 1 миллионмен бастасаңыз, сіз как минимум 500 000 табыс жасап отырасыз айына. Примерно суммаңыздан енді стабильно 50-60% жасауға болады деп айтуға болады осындай объемда. Енді жолдарын біз сіздерге уже келесі сабақтарда толығырақ түсіндіретін боламыз. Достар, енді тағы бір маңызды этап ол арбитраж. Арбитраж дегеніміз, ол тура осы P2P тәсілі. Біз біріншісі просто ақшаны кіргізу үшін қолдандық. Екіншісі уже обменник ретінде жұмыс істеп,
әртүрлі суммалармен, әртүрлі схема арқылы ақшамызды бір биржаның ішінде жұмыс істедік. Арбитраж ол уже ішінде әртүрлі тәсілдерге бөлінеді, бірақ жеңіл тілмен айтатын болсақ, ол тура осы P2P, бірақ әртүрлі мемлекеттердің арасында немесе әртүрлі биржалардың арасында, немесе әртүрлі валюталардың арасында. И осы жолдарды таңдап, осы білімнің бәрін, әртүрлі тәжірибенің бәрін қосындысының арқасында арбитражниктар P2P-шниктардан 2 есе, 3 есе, даже 10 есе көбірек ақша табуы мүмкін. Өйткені бұл жерде жолдары басқа, и кругтары көп. Мысалы, P2P-да мынандай табысты бір кругтан или бір айда жасайтын болатын болса, арбитражда круг шектелмейді. Ол тек қана банкпен шектелу мүмкін, әртүрлі платежкалармен шектелу мүмкін, или биржалардың условияларымен. Енді сіз бұл жерде осы процентті қанша рет айландыра аласыз, сонша табыс көресіз де арбитражда. P2P-да сіз шектеулісіз, арбитражда сіз шектеусізсіз. Бірақ ол жердегі связкаларды адамдар не ойлап табады, не әртүрлі жерден сатып алады. Біз бастапқы этаптарда сіздерге өзіміз білетін связкалармен бөлісуге тырысамыз. Достар, егер сізге осы криптовалюта саласы, әртүрлі биткоин, эфириум, P2P, арбитраж, трейдинг, майнинг бәрі қызықты болатын болса, біз сіздермен әрдайым өзіміздің тәжірибемізбен бөлісімізге дайынбыз. Менің есімім Нұржан Талғатұлы, Криптон компаниясы. Толық курста кездескенше.